Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін бізде аудандық орталық кітапханада кезекті қонақта Ахметова Мадина Гайниевна келіп отыр. Қош келіпсіз дейміз біздің кітапханамызға. Біз кезекті іс-шарамызды өткізіп жатырмыз, жалғасын тауып жатыр, яғни тыйым сөздер, яғни салт дәстүр, әдет ғұрыптарымызды жас ұрпақтарға, өскелең келешек ұрпақтарымызға білдіру, тәрбие беру негізінде. Жақсы. Жалпы сізге бүгінгі таңда қойылатын сұрақ: еңбектен қашпа деп жатамыз, иә, досты сатпа дейміз, жастарымызға үйрету дейміз. Еңбектен қашпа дегенді қалай түсіндірер едіңіз? Әр отбасында сәби дүнияға келгенде ата-ана өзінің баласын жақсы көріп, өсе бере жақсы бала болып, жақсы азамат болуын тілейді. Бала өсе бере бала бақшаға барады, одан кейін мектепке барады, одан кейін білім алады. Білім болғанда я орташа білім алады, я институтқа түседі. Әр ата-ана баланың жақсы болған, жақсы азамат болған тілейді. Жақсы, ойыңызға көптен көп рахмет дейміз. Тағы да келіп іс-шарамызға бізді қуанта беріңіздер. Рахмет. Жастарымыз тәлімді, тәрбиелі болып өсе берсін.